Сәлем достар, мен бүгін сіздерге бір таңқаларлық адам жайлы айтуды шештім. Бұл адам қысқа уақытта адамдар өмір бойы жасай алмаған істі жасады. Өкінішке орай бұл видео жақсылықпенен аяқталмайды. Бірақ та өмірде ащы шындықтың не екенін көрсете алды. Али Банат деген жігіт 1982 жылы 16 февралда ыстық өлке болып есептелген Австралияда туылған. Мұндай адамдар жайлы төрт құбыласы тең немесе аузында алтын қасығыменен туылды деп жатады. Шынында да солай еді. Алидің үйінің іші соншалықты бай еді, дүние жүзіне таралған үлкен бизнесті басқарар еді. Сондықтан да бала жастайынан қаржылық қиындық не екенін түсінген емес. Бұл баланың қиялданған барлық нәрсесі бар еді. Қымбат киімдер, қымбат соңғы үлгідегі модельдер. Және де ер жеткен соң өз бизнесін бастауға алғашқы капиталды да берген. Бар болғаны 33 жасында электр тармағының қауіпсіздігіне жауап беруші үлкен компанияны басқарып жүрген. Жас мультимиллионер, игілікті бизнесмен, жергілікті элитаның өкілі. 2015 жылдың күз айларына дейін оның өмірі кәдімгі бай адамдардың өмір сияқты еді. Ұйқыдан түсте тұрып, бір кештен екінші кешке асығып, ол клубтарда өзіне қанша ақша жұмсаған есептеген емес. Жігіт өзінен ақша аяған емес. Оның Rolex деген маркадағы сағатының бағасы $60,000 еді. Әлиде бұл сағаттардан бірнешеуі болған. Спорт көліктері жайлы айтудың да қажет жоқ. Бір ғана Ferrari Spider'ның бағасы $600,000 еді. Али Банаттың үлкен автофаркі болған. Шкабында ең жаңа мықты дизайндер, тіккен киімдер, жағажайдағы үйлер, қымбат қонақ үйлер, ұзын сөздің қысқасы байлығын толық есептеп шығу қиын. 2015 жылдың күз айларына дейін жігіт бұл дүниеде барлық нәрсені ақшаға сатып ала алмасын түсінді. Ол күнделікті медициналық тексерілуден өтті. Врачтар оған ойға келмеген диагноз қойды. Жігіт рак ауруына шалдыққан екен. Дәрежесі соншалықты жоғары болып 4-ші дәрежеге жеткен. Врачтар қолдарынан келген барлығын жасады, бірақ та ауруды жеңе алмады. Әлиге аз ғана өмірі қалғанын айтты. Әрине, сонша байлығы бола тұра ем қабылдаса болар еді, бірақ та Әли мұны жасамады. Ол қандай ем қабылдамасын көмектеспесін түсінді. Және де аз ғана уақытын және байлығын текке кетіргісі келмеді. Жігіттің былай дегені бар еді. Бір күні от алдында отырып қатты ойландым. Өткізген 30 жыл өмірімде ешқандай пайдалы нәрсе жасамағанымды түсіндім. Адамдарға көмектесіп бақытты қылудың орнына уақытымды бостан босқа пайдасыз кештерге жұмсағаным. Рак диагнозы Әлидің өмірін түбегейлі өзгертіп жіберді. Компаниясын, автофаркін, сағаттар коллекциясын, модалы киімдерін, жағажайдағы үйлер, ұзын сөздің қысқасы бар мүлік дүниесін сату шешті. Оның жалғыз ғана арман мақсаты бар еді. Кедейлерге, жағдайы төмен отбасыларға көмектесу еді. Ол Muslim Around the World деген қайырымдылық қорын ашады. Әли өмірінің қалған аз ғана бөлігін артына қарап бостан босқа өткенін көргісі келмеді. Ол шынында да солай жасады. Алдыңғы өмірінде жасамаған істің бәрін жасады. Жігіт алғашқы болып Африкаға бағыт алды. Ол жердегі қу кедейлерді өз көзіменен көріп, содан әлемнің 100 мемлекетін аралап шықты. Ол өзінің барған жерлеріне жеке есебінен мектеп жоқ әріп танымайтын балдарға ондаған мектептер салып берді. Али Банат бұл ісіменен мыңдаған балдарға жақсы өмір сүруге жолдама бере алды. Ата-анасының күнәсінен өмірге жетім келіп көшеде қалып кеткен балдарға ондаған жатақханалар салып берді. Али Банат кімге көмек керек болса сол жерге жетіп баруға асықты. Себебі ол осы уақытқа дейін көмекке мұқтаж адамдар бар екенін білген емес. 21 ғасырда қарапайым қара судан қиналған кедей аймақтарға ондаған су бұлақтарын тесіп берді. Жігіттің көмегіменен мешіттер, ауруханалар және де адамдарға қажетті көптеген ғимараттар салынды. Ал енді құтқарылған өмірлерді айтпасақ та болады. Әлиді достары миллионы жоқ миллионер деп атап кетті. Бұл шын еді. Жас жігіт көмекке мұқтаж адамдарға көмектесу үшін бар байлығынан бас тартты. Әлидің былай дегені бар еді. Өміріміздің жақсы болып тұрған кездерінде көмекке мұқтаж адамдар жайлы аз ойлайды екенбіз. Мен мәшинемнен, сағаттарымнан, қымбат киімдерімнің бәрінен бас тарттым. Мен бар нәрсемнің бәрін тараттым. Мен бұл дүниеден ешқандай байлығы жоқ таза жүрекпен
кеткім келді деген еді. Әли Банат бұл ауруды Алланың маған берген сыйы деп есептейді. Байлық бұл жай ғана көмекке мұқтаж адамдарға көмек беру үшін арналған жай ғана құрал деп есептейді. Осы дерттің есебінен нағыз бақыт не екенін көре алдым деген де бар еді. Әли Банат соңғы күндерін ауруханада өткізген еді. Ол жерде ішкі сезімдері және де жағдайы төмен отбасыларға көмектесу тура жол екенін айтқан видеолар да бар еді. Өзінің соңғы видеоларында ешқандай күші қалмаса да Әли Банат былай айтқан еді: мақсат қойыңыздар, алға қарай жылжытатын проектлер түзіңіздер, жақсы істерді жасаңыздар және бүкіл дүние жүзіне таратыңыздар. Есіңізде болсын, біз бұл дүниеден еш нәрсемізді алып кете алмаймыз. Бұл дүниеде қалатын нәрселеріміз біздің жасаған жақсы істеріміз. Видео қысқа уақыт ішінде миллиондаған көрермендер жинай алды. 2018 жылы 29 май айында Әли Банат бұл өмірменен қош айтысты. Оны Австралияда туылған жері Сиднейде жерге берді. Врачтар оған 7 ай өмір сүресін деді. Бірақ жігіт 2,5 жыл өмір сүрді. Оның жаназасына соншалықты көп адам келген еді, асфальт жолдар бәрі жабылып қалды. Әли Банаттың өмірден өткеніне 5 жылдай болып қалды. Бірақ та миллиондаған балдарға қуаныш сыйлап, миллиондаған адамдардың өмірін өзгертті. Оның ашқан фонды әлі күнде де жұмыс істеп тұр. Мектеп жоқ жерлерге мектептер салынып, суы жоқ ауылдарға су бұлақтарын ағызып, тамағы жоқ қарны аш адамдардың қарнын тойғызып келеді. Оның жасаған істері миллиондаған адамдардың есінде қала береді. Мүмкін бұл жас мультимиллионердің жасаған істері бәрімізге де үлгі болар. Ақшасы көп ерекше бай адамдарға ақша бұл өзіңізбен бірге алып кете алмаған жай ғана қағаз. Достар, бұл таңқаларлық адам жайлы видеоны достарыңызбен бірге бөлісіңіздер. Мүмкін сіздің жақындарыңыз да бұл видеодан үлгі алып қалар. Комментарийға өз ойларыңызды жазып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видео ұнаса лайк басып. Лайк бұл біздің видеомызды қаншалықты сіздің бағалағаныңыздың белгісі. Аман болыңыздар достар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.